үміт мұнарасын өзім тұрғызып, қайтадан құлатып алып жүрген ерке қыз мен ғана емес болармын. Өмір ертегі емес. Ал ертегі болмағандықтан сол өмірдің ішінде жүріп, жығыласың да, жанышталасың да. Көзің кір тигенше жылайсың да, аязға үсесің, аптапқа пісесің. Түн-түнегі қонақтағанда кірпігің желімденбей, таң арайлана атқанда бетің домбығып ісіп, шаруаңа кірісесің. Уақыт сені күтіп тұрмайды. Сығырайған білте шамның әлсіз жарығындай өлеусіреген үрпек жүрегіңді қолына ұстап ойланып тұрғаныңда, тағдыр өзі шекеңнен шертіп кеп жібереді. Есіңді жиып аласың да, бой түзеп алға ұмтыласың. Неше қилы адамдармен кезігесің, татар дәмі таусылмайтындай ақырып, асарын асап, жасарын жасап болған, айналасындағысын жәндік құрлы көрмей жайлап төпейтіні де бар. Жылы жүзі жұмсарып, сыбызғыдай сызылып тұратыны тағы бар. Ішінде не жатқанын түсіну қиын. Мақтадай үлпілдеп тұрған алақанымен жетім жесірдің маңдайын сипап жүргені бар. Алқын-жұлқын беймаза өмір болған соң, небір бет бейнелер мен болмыстарды көзің көреді, көңілің сезінеді. Қоянның көжегі секілді бүрісіп жүресіңде сен де ысыласың, бұрынғыша именбейсің. Иін тіресіп, итініп алға қарай тұра ұмтылған көп адамның ішінен сен өзіңе шынайы жақын бола алатынды іздей бастайсың. Немесе өмір өзі сұрыптап, електеп өткізгендей іріктеп береді. Өмір ол жайма-шуақ жаздан ғана тұрмайды. Ақшұнақ аязы да бар. Өз адамыңды табу да, оны жоғалту бар. Мұның бәрі өз өмірімде болды. Болады да. Мен адамды жоғалтып алудан сескенбеймін. Біреудің өміріме кірмеуін өзім қаладым. Енді бірі өзі, ізім ғайым жоқ боп кетті. Енді бірі қара жер қойыны жолтып жатыр. Жүрекке ғана ауыр. Ақын Ботагөз Бексары жазбасынан.